бір шаңырақ астында тұрамыз, бірақ бірге емеспіз. Яғни, отбасы құрғаннан соң 6 бірдей баланы өмірге әкелдім. Күйеуім де бала санының көп болғанына қынжылмайтын. Ол шектеу қоймады. Мен де өмірге бала әкелуден тартынбадым. Алла тағала құрсағыма берген перзенттің барлығын аман-есен өмірге әкелдім. Қарапайым ауылда тұрамыз. Тұрмыс тіршілігіміз де қарабайыр. Тұрақты жұмыс жоқ болғандықтан, күйеуім соңғы 4-5 жылда ауылдағы бір кәсіпкердің көмекшісі ретінде еліміздің солтүстік қалаларына көкөніс таситын жүк көлігін айдап балаларымызды асырап келді. Біздің де жағдайымыз бұрынғыдан бір шама жақсарып, балаларымыз да қоңданамақ қалып еді. Апталап айлап іс сапарда жүретін күйеуім отбасымызға қомақты кіріс кіргізген сайын біз де қинала қоймадық. Тіпті оны іздемейтінбіз. Балалар мектепке барып келеді. Үйдегі шаруалар да рет-ретімен орындалып артылатын, күйеуіме қарап тұрған шаруа болмаған соң оны жиі жіберіп тұрдым. Тіпті демалыс дегенді білмейтін оған жаным ашығанымен өзі бір ауыз шаршадым. Бір апта үйде жатып демалайын демеген соң еркіне жібердім. Соным бекер болды ма деп кейде ойланам. Өйткені үнемі жол сапарда жүретін күйеуім де үйде байыз тауып отыра алмайтын. Алыс жол сапардан келген күні ғана үйде түнеп, бала-шағасының алдында болады да ертеңіне қайтадан жолға шығады. Үлкен қызым бойжетіп, мектепті бітірер тұста күйеуімнің де бізге бұрынғыдай ақша бермейтін кездерін көбейді. Мен оның үйде болған сәтін пайдаланып, қызымыз ертең оқуға түсуі керек, соған қаражат жинайық, қатарынан қалмасын, оқуға деген ынтасын жойып алмай, мектепті бітіре салысымен қалаған мамандығы бойынша оқытайық деп ұсыныс айтамын. Күйеуімді ол мәселе қызықтырмайтын секілді. Немқұрайлы басын изеп қоя салатын. Оншалықты мән бермеген едім. Үйге алып келетін табысы азайғанын түрлі сылтаулармен жуып шаятын. Бұрынғыдай табыс түспей жатыр. Халықта ақша жоқ болған соң, апарған өнімдерімізді арзанға бағалап, аз да болса тапқанымды үйге әкеліп жатырмын ғой. Саған одан артық не керек? Онда жұмысқа шықпай-ақ үйде отырайын, өзің асыра деп жөнсіз ашуланатын. Мен де оның айтқан сөздеріне сендім. Отбасымды асыраймын деп үй бетін көрмей жүру оған да оңай емес. Қанша әкелсе де қанағат етейін. Отағасының мазасын алып, артық мәселе туындатпай, осыған да шүкір деп ақша туралы сөз қозғамайтын болдым. Қызым орта мектепті ойдағыдай аяқтады. Оқуға да өз біліміне сеніп еді. Бірақ сәттілік серігі болған жоқ. Көңілі ортаймасын деп, оны ақылы бөлімге түсіруге талпынсам, әкесі телефон тұтқасын көтермейді. Ал оның рұқсатын алмай, мен де бір жұмысты өздігімше бастай алмаймын. Сондықтан қызымды сабырға шақырып, әкесі келгенше шыдай тұруын өтіндім. Қызым да менің айтқаныма құлақ асып, ақылыма көнді. Ал әкесі сол кеткеннен мол кетті. Тіпті телефон нөмірін де ауыстырып тастаған ба, қашан қоңырау шалсам да өшірулі тұрады. Мен оның әйелі емеспін бе? Жүрегім аттай тулап, бірдеңені сездіргендей. Онымен бірге жүк көлігін айдап, жол сапарға бірге шығып жүрген ауылдас кісінің үйіне бардым. Ол үйінде екен. Күйеуім туралы мағлұмат білейін деп барғанымда, ұнжырғам түсіп, көз жасымды тыя алмай, үйге қайтармын деп ойламаған едім. Сапарлас серігінің айтуынша, оның үйге қайтпау себебі әйелге байланысты екен. Сол жаққа барғанда түнейтін пәтер иесі 2 баласы бар жесір келіншек екен. Жасы да өзінен үлкен. Менің айтқаныма құлақ аспады. Қой, алдамшы сезімге ерме. Ауылда жанарлары жәутеңдеп күтіп отырған 6 балаң және әйеліңді ойла. Олардан не жамандық көрдің? Біле білсең, барлық бақыттың, өмірің солармен байланысты екенін ұмытпа. Мен сені өзім деп айтып отырмын. Біреудің соқтаудай болған 2 баласын асырағанша, ауылдағы жәутең көздеріңді жарылқағанның мың есе артық. Қазірше саған айдай көрініп отырған осы әйелдің қыздай алған, саған алтындай 6 бала сыйлаған әйеліңнің тырнағы да татымайды. Есіңді жи деп қанша үгіттедім.
жай сөзбен санасына жетер деп ақылмен айттым, болмады. Болмаған соң қатты да кеттім. Тіпті екеуміз жаға ұстасып та қалдық. Мен барымды салдым. Менімен бірге жүрген соң сол әйелге өзім қолынан жетектеп апарып табыстағандай болмайын деп барынша тырысып күйеуіңді ауылға алып қайтуға әрекеттенсем де нәтиже шығара алмадым. Айтқан сөздерім үшін талай сөз де естідім. Бұл менің өмірім. Не істесем де өзім білемін. Оған өзгенің араласуына жол бермеймін. Менің соңғы шешімім осы. Мен осында қаламын. Әйеліме айта бар. Менің сәлемімді жеткіз. Енді мені күтпей-ақ қоюына болады. Үйді де, малымды да, маған тиесілі барлық дүниені балаларыма қалдырдым. Солардың игілігіне жұмсасын, бірақ менен үміттенбей-ақ қойсын деп жіберген. Соны өзіңе қалай жеткізерімді білмей, енді ғана үйіңе барғалы отыр едім. Өзің келдің. Менің бар білетін шындығым осы. Қайыры болмайтын күйеуіңнен күдеріңді үзгенің де дұрыс болар. Балаларың аман болсын деп тіле. Қиын күндеріңді ұмыттырып, жарылқайтын осы балаларың. Солардың барына шүкір ет деп, мені жұбатып, барынша жігерлендіріп жібергенімен, мен біраз күн өз-өзіме келе алмай жүрдім. Онымен бірге болған әрбір күнімді, танысқаннан бастап үйленген күнімізге дейін, әр баламның шіретіп өмірге келгендегі оның қалай қуанғанын бәрін жадымда жақсылап жаттап қалған екенмін. Маған маза бермеген сол өткен күндердің шуақты елестері. Осылай қанша күн жүргенімді білмеймін. Қызымды да ұмытып кеткен екенмін. Ол да отбасындағы жағдайдың ушыққанын біле тұра, мен қалайда оқимын деп қиқарланған жоқ. Құдайға шүкір, балаларым ақылды болып өсті. Бәрі мейірбан, бір-біріне бауырмашыл. Соларға қарап отырып іштей қуанамын. Осы пейілдерінен танбаса екен. Естігенде әкесі секілді тас бауыр болып кетпесе болғаны. Мен де болған іске болаттай берік болып, балаларым үшін қайраттануға тиіс едім. Қызымды да қалайда оқытамын. Қатарынан қалдырмаймын, жұмысқа шығамын деп алдыма мақсат қойдым. Шын ниеттенген адам барлығына қол жеткізе алатынына көз жеткіздім. Мен балапандарым үшін шырылдап, қанатымен су себелеген қарлығаштай шырылдап жүріп, үлкен қызымды оқуға түсірдім. Ол да дән риза. Менің ақ үмітімді ақтау үшін барынша тырысты. Маған артық салмақ салып, мама, маған анау керек, мынау керек деп талап қойған жоқ. Жұмыс істеп, жылына төленетін оқу ақысын құйып тұрдым. Ал пәтер ақысы мен киім-кешегіне, тамағына қаражатты өзі тапты. Студенттік өмірінің алғашқы жылдары ғана құртақандай қызымды жұмысқа салып қойғым келмей, тамағымыздан жырып, соған беріп отырдым. Ол да үйдегі жағдайды түсініп, өзіне қолайлы жұмыс тауып алыпты. Түнгі ауысымда емес, бір жанармай бекетінде еден жуушы болып, аз да болса қаражат тауып, соны үнемдеп барлығына жеткізіп жүрді. Мен де қызымның қандай жұмыс істеп жүргенін көзіммен көріп қайттым. Өйткені қыз баланың тағдыры сәл тайқысаң орнына келмейтін қиын ғой. Қызымның құтты орнына қонғанша берген тәрбиемнен аттамай түсу жүргенін қаладым. Оның үстіне барған жерінде де әкесі тастап кеткен деген атақтың алдынан шығатынын білемін. Барынша қызыма қамқор болып, жан дүниесін кірбің шалмауын қадағаладым. Қызым мен көрсеткен тура жолдан таймады. Университетті бітірер жылы сүйгенінің бар екенін айтып, тұрмысқа шығуға рұқсат сұрады. Мен де алдыңнан жарылқасын, маңдайың жарық болсын, көңіліңе көлеңке түспесін деп батамды бердім. Қызымды той жасап, дүркіретіп ұзатардай жағдайым болмады. Оған қолым қысқалық етті. Сондықтан екі жақтың келісімі бойынша қызымды ұзаттым. Құдаларым да көргені мен түйгені мол, түйсікті жандар екен. Қызымның өмірі мен секілді болмаса екен деген тілеумен өмірім өтіп жатты. Бір жыл өткенде есігімді қағып күйеуім келді. Оны әлде қашан ұмытып, бар ойымды балаларыма арнағандықтан алғашында тосырқап қалдым. Ол жылап еңіреп, табалдырық алдында отырып алды. Күйеуім бізді тастап кеткенімен жағдайымыз нашарлаған жоқ. Керісінше мен әйел қайраттанса қазан қайнатадыға салып,
бірталай іс тындырдым. Ешкімнің де күйеуі тастап кеткен жесір әйел деп көзге шұқуына жол бермедім. Өміріміз өз арнасына түсіп келе жатқанда тағы да күйеуім пайда болды. Оны мен бер жағыммен балалардың әкесі болған үшін ғана кешіргеніммен іштей кешіре алмайды екенмін. Тек ең кішкентай ұлым ғана әкесін тас қып құшақтап, «Әке, енді кетпейсің бе? Мен сені қатты сағындым ғой, қайда жүрсің?» деген сөзіне бола кешірген болдым. Баламның кіршіксіз айнадай көңілін лайлағым келмеді. Мойнына асылған кішкентай ұлын көрген күйеуім де көз жасын ағызып тұрғанда оның оншалықты осалдығына зығырданым қайнап тұрды. Мен оны қабылдадым. Өзім үшін емес, есейіп қалған балаларым үшін де емес, тек кенже ұлым үшін ғана үйге кіргіздім. Өзінің қателігін кеш те болса мойындап келіп отыр ғой. Бірақ бізді тастап, хабар-ошарсыз өзге әйелдің қойнына кіріп алғанын өзі келіп айтуға да дауаламай, ең құрығанда телефон арқылы да бір ауыз өзінің өмірін өзгерткісі келетінін айта алмаған ынжық еркектің менің күйеуім екеніне сеніңкіремейтінмін. Мен оны қажетсінгенде сүйеніш етіп, тіреніш еткім келгенде сүйенер тірегім арыстанша айбат шегіп, отбасына төнген қатерден қорғап емес, келген қауіптен тек өзін қорғап, өзге әйелдің артына тығылған мысыққа ұқсап кетті. Ондай отбасына опасыздық жасап сатып кеткен еркекті кез келген әйел кешіре бермейді ғой. Ал мен кешіргеніммен, қазір бір шаңырақтың астында өмір сүргенімізбен оған деген сый-құрметім қалмаған. Тек жаным ашиды. Өзі де елге қарауға беті қалмағандықтан көшеге көп шыға бермейді. Дәл қазір жұмыс та істемей үйде жатыр. Әйтеуір кіші ұлымызды ермек етіп, үлкендеріне барынша мейірімді болуға тырысып жүрсе де, есін біліп қалған үлкендерім әкелеріне деген өкпесін әлі де ұмыта алмай келеді. Өз отбасымдағы ішкі жағдайды барлығыңызға паш етіп жариялауымның себебі менің күйеуім секілді еркектер көп қой. Бір сәттік ләззаттың шырмауынан шыға алмай, бүкіл өміріне жететін өкініш арқалайтынын дер кезінде ұқса екен деген ниетпен жазып отырмын. Әйел жесір қалса, жанында балалары бар. Солардың қамы үшін еңбектеніп, болашағынан үміттеніп өмір сүреді. Оның үстіне әйелдің жесірлігінен гөрі ер адамның отбасы мен балаларынан тіріде айырылып, бақытты өмір сүремін дегені бос әурешілік. Керісінше, бақытсыз болатынын айтқым келеді.